Так что у Лэндона Роджена есть шанс взять реванш в предстоящем финале квалификационного олимпийского турнира. И, наконец, сейчас состоится поединок с участием казахстанского боксера Кайрата Ералиева в весовой категории до 56 килограммов. И его оппонент Шива Тапа на ваших экранах. Один из самых титулованных боксеров Азии и, естественно, своей страны. Ему 22 года. Несмотря на молодость, он добивался определенных успехов. К примеру, завоевал бронзу на чемпионате мира в Катаре. А вот Кайрат Ералиев, к сожалению, неудачно выступил в Дохе и не сумел выйти в четвертьфинал. Хотя в Таиланде Ералиев взял бронзу, также третье место на его счету на домашнем чемпионате мира, который проходил в Алматы 3 года назад. Вот он на ваших экранах, казахстанский боксер и его наставник Мурзагали Айджанов. Готов наш боксер, это видно по его уверенному взгляду. Первый раунд, естественно, уйдет на разведку боем, но наш боксер, я думаю, знает, с кем имеет дело, ведь Шива Тапа на этом турнире является первым. Пожалуй, сейчас тяжелейший поединок для Ералиева. Он сразу идет в бой. Присматривается и пытается джебом закидать. Тут же Шива Тапа, имеющий большое преимущество в росте и длинные руки. Да, техничный индийский боксер. Ералиев выступает с переменным успехом, как я уже говорил. Завоевал бронзу на чемпионате мира и на чемпионате Азии, но хочется чего-то большего от Ералиева. Я думаю, он поставил себе цель на чемпионате, вернее, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, но для этого нужно квалифицироваться на эти игры и выиграть вот этого боксера. Неоднократно выигрывал на юношеских соревнованиях Шива Тапа. Затем перешел во взрослую сборную Индии. Успех не заставил себя ждать. Мы слышим, как активно поддерживают нашего боксера казахстанские болельщики. Я думаю, при такой поддержке Ералиеву будет намного легче действовать. Он и уверенно себя чувствует, не дает усомниться в собственной квалификации. Заметно, что нервничает Шива Тапа, идет в атаку, но пока не решается нанести удары. Тут сейчас Ералиев нанес своей левой. Смотрите, как прекрасно работает Ералиев ногами. Тяжело застать его врасплох индийскому боксеру. И о защите Ералиев не забывает. Вот работает и правой, и левой тут же удар наносит. А когда в атаку идет Шива Тапа, то Ералиев готов к его атакующим действиям. Посмотрите, как ловко он уходит от замахов Шивы Тапы. И тут же левый отвечает. Вот сейчас не сумел достать джебом Ералиев. По большому счету, альтернативы в сборной Казахстана Ералиеву нет. Чего не скажешь о других весовых категориях. Там первые, вторые номера устраивают такие зарубы на чемпионатах страны и на международных турнирах. В том числе вот Ералиев в Казахстане номер 1. Немного не хватило Кайрату для того, чтобы выйти в финал чемпионата мира в 2013 году. И, как следствие, лишь бронзовый результат, но он работает постоянно над собой.
Это отмечает и тренеры сборной Казахстана. Поэтому есть все шансы ждать от него успеха. Қайрат Ералиев пен Шива Тап арасындағы жекпе-жектің бірінші раунды аяқталды. Қазір бірінші раундтың ең қызықты сәттері сіздер назарларыңызға. Бұл екі боксшы бұған дейін кездескен. Бір мәрте қазір Мырзағали Құланұлының шәкіртіне кеңес беріп жатқанын көріп отырмыз. 10-9 өкінішке қарай бірінші раундта төрешілер жеңісті үндістандық боксшыға берген екен. 2013 жылы Азия біріншілігінде кездескен бірінші айналымда және сол жекпе-жекте 2-1 есебімен үндістандық боксшының мерейі үстем болған еді. Және бүгін ондай жағдай қайталанбайды деген ойдамыз. Екінші раунд басталды. Әзірше Қайрат екінші номермен жұмыс істеп жатыр. Міне жақсы бір соққы. Артқа қарай қашып бара жатып, сол қолмен жасап үлгеріп кетті. Қарсыласқа қарағанда Қайрат әрине тәжірибелі. Оған ешқандай да күмән жоқ. Сеньян қаласында қазақстандық жанкүйерлердің де бар екенін естіп отырмыз. Ералиевқа қолдау көрсетуде. Шива Тапаның қолы ұзын екенін байқағанда болатын шығарсыздар. Сол қолмен қазір 2 мәрте Қайратқа дүп соққыны өткізді. Бұл салмақ дәрежесінде де 3 жолдама сарапқа салынады. Оның екеуін әрине финалға шыққан боксшылар алады. Ал қалған 3-ші жолдаманы боксшылар қосымша тағда бір жекпе-жек өткізу арқылы иеленетін айта кетейік. Міне тағда бір соққы өткізіп алды қазір Қайрат. Қазақстан құрамасында 2-1-дей боксшы бар. Үнемі қолдарын төмен түсіріп жұдырықтасатын. Бірінші ол Қайрат Ералиев болса, екінші әрине капитанымыз 69 келі салмақта өнер көрсететін Данияр Елеусінов. Екеуі де қолдарын түсіріп алып, үнемі қимылдап өнер көрсететін боксшылардың қатарында. Екі боксшы да бұл эпизодта бір-біріне соққы бағыттап үлгерді. Басты төмен түсіріп жұдырықтасуға болмайды. Бұл лицензиялық бәсеке барысында Қайрат Ералиев бірінші айналымда автоматты түрде өткен болатын, ал екінші айналымда тайпейлік боксшыны жеңіп ширек финалға шыққан еді. Екінші раундта аяқталды. Эрден Абатсен Батарды ширек финалда жеңіп, Қайрат Ералиев міне осы жартылай финалға жолдама алды. Қазір екінші кезеңнің ең қызықты сәттері дәл осы бір эпизодта Қайрат қарсыластан соққы жіберіп алды. Екінші кезеңде де жеңісті төрешілер қазір бір ауыздан Шива Тапаға беріп отыр. Енді жағдай қиын әрине Қайрат Ералиев үшін. Нұрғали Сафиуллин, Мырзағали Айтжанов 2-1-де білікті бапкеріміз соңғы ақыл кеңестерін беріп Қайратты 3-ші раундқа шығарып отыр. Енді нокдаун қажет, нокаут қажет, жеңіске
жеткісі келсе. Әрине, бұл Қытай жерінде де Қайраттың әлі де болса лицензия алуға мүмкіндігі бар екенін айта кетейік. Егер Қытай жерінен ала алмаса, онда тағы да бір лицензиялық турнир бар. Болгарияда өтетін мүмкін, соған дайындалатын шығар. Әріптесім айтып өтпекші, расында бұл салмақта бізде қазір бәсекелестік басқа салмақтарға қарағанда төмендеу болып тұр. Мәселен, 52 келі салмақта, 49 келі салмақта, 60, 64, 69 келі салмақтарда Қазақстан ішінде бәсекелестік өте жоғары болса, дәл осы салмақта қазір Қайратқа тең келетін ешкім болмай тұр. Таңғы суда екі боксшы да. Қайрат үшін қазір не бел кетеді, не белбеу кетеді. Сондықтан да алға ұмтылған дұрыс та шығар Ералиевтің. Бірінші номермен жұмыс істеп жатқанын көріп отырмыз, бірақ қарсыласқа әлі де болса 3-ші раунд барысында бірде-бір соққы дөп жұмсай алған жоқ. Үндістандық боксшы да бұл жерде жеңіске жетіп жатқанын біліп отыр, сондықтан да артық күшін сарқ еткісі келмейді. Финалға сақтау керек. Ал бұл салмақтағы екінші жартылай финалда Марио Фернандес пен Чатчай Будди арасында өтеді. Дәл осы жекпе-жектен кейін міне жақсы сайыстеп Қайрат Ералиев тарапынан жасалған. Қарсыласын өткізіп жіберіп соққы жасаған болатын. Қазір опай санау жүйесі мүлде басқа дедік қой. Міне дәл осындай дүп бағытталған бір соққының арқасында бір раундты өз пайдасына аяқтауға мүмкіндігі бар. Соңғы 10 секундтық жұмыс істеу керек соңына дейін. Және кездесуде аяқталды. Қайрат та бұл жерде өзім жеңдім дегендей қолын көтеріп отырғанын көріп отырмыз. Әрине, боксшылар да біледі ғой, рингте қанша соққы жіберіп, қанша соққы қарсыласқа бағыттаған. Бірақ төрешілер бұл шешіммен келісер емес. Қазір Мырзағали Құланұлының сөзін тыңдайық. Бапкердің не айтқанын өкінішке қарай ести алмадық. Міне үшінші кезең барысындағы ең қызықты сәттер және үшінші кезең Қайрат Ералиевтің пайдасына аяқталған шығар. Жалпы жеңіс Шива Тапаның еншісіне бұйырып отыр. Осылайша жартылай финалдық күн бізге сәтсіздеу басталып отыр, дегенмен басы ащы болғанмен аяғы тәтті болады деген қағидаға сенейік қадірменді көрермендер. Бұдан кейін де біздің әлі бірнеше боксшыларымыз шаршы алаңға шығатын болады. Солардан біз міндетті түрде жеңіс күтетін боламыз. Ал Шива Тапаны жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Бір ғана төреші 3-ші раунд барысында Қайрат Ералиевқа жеңісті берген екен, ал қалған екі төреші жеңісті Шива Тапаға берген. Жалпы 3-0 есебімен жеңілді. Ал бұл екі боксшының арасындағы жеке өзара кездесуде үндістандық боксшы 2-0 есебімен алға шығып отыр. Серьезная конкуренция у Кайрата Ералиева в этой весовой категории. Я не говорю об этом парне Шиве Тапе, который выиграл у казахстанца. Есть еще таец Чатчай Будди, которому Ералиев проигрывал